Кез келген ақиқат алдымен күлкіге айналады, содан кейін мойындалады. Қадірлі болу үшін періште болу шарт емес. Кейде біздің жарығымыз өшіп қалады, бірақ басқа адаммен кездескенде қайтадан бірден жалынға айналады. Өмірдің трагедиясы адамның тірі кезінде іштей өлетіні. Егер сіз бір нәрсені қатты жақсы көрсеңіз, оны жіберіңіз. Егер ол қайтып келсе, ол болуы керек еді. Егер олай болмаса, ол ешқашан болған емес. Ақырында бәрі орнына келеді. Осы уақытқа дейінгі өткен күнге күліп шығарып, бүгінгі күнмен өмір сүріңіз. Ұмыту не деген сөз? Қорқыныш та, жұбату да, өтірік те осы сөзде жатыр. Еш нәрсені ұмытпай өмір сүре алатын адам бар ма екен? Бірақ кім ұмытқысы келмейтінін ұмыта алады? Жүректі жаралаған керексіз естеліктер өмір сүруге тұрарлық ұғымдар үшін ғана барлығынан арылған жан бостандықта. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады. Адамның көңілін жеңілдетер, жанын жібітер махаббаттан артық күш жоқ. Қызды сүйген жігіт қандай азапқа болса да көнуге бар. Ал баласын жақсы көрген ана баласы үшін жан қиюдан тайынбайды. Бұл табиғат заңы. Махаббатты осындай құдіретті етіп дүниедегі ең ұлы күш жаратылыстың өзі жаратқан. Сондықтан да махаббаттың алдында кім болса да әлсіз, амалсыз. Жаман дос көлеңке. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. Дүниені жиюды білген адам шашқанды да біледі. Ал шашқанды білген адам жиюды білмейді. Дүниені қатты жақсы көрсең, ол бірде сені ит қып үргізеді, бірде жылан қылып шақтырады, бірде түлкі қып алдатады, бірде қасқырша жұлыстырады. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады. Ол сол үшін жаман. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Дос табу оңай, сақтауы қиын. Жауласу оңай, тоқтауы қиын. Бәлеқор жаныңда болса, бәледен бас алмассың. Қызғаныш қайда болса, ұрыс сол жерде. Құрсақта біткен мінез қара жерге бірге енеді. Сүтпен біткен мінезді өлгенше өзгерте алмайсың. Жек көруді махаббатпен, жалғандықты шындықпен, зорлықты шыдамдылықпен жеңу керек. Әлемнің өзгеруін қаласаң, сол өзгерудің алғашқысы өзің бол. Кешіру мықтылардың ісі, әлсіздер кешірімді бола алмас.